Бәріңізге сәлем, мен Ақнұр Нұржанова, жасым 14-те, Нұрсұлтан қаласынан келдім. Мен негізі Шығыстанмын. Осы Нұрсұлтанға көшкенімізге біздің 3 жыл болды. Кішкентай кезімнен осы Қазақстан дауысына өскенде қатысам деп армандайтынмын. Таңертең тұрып сабаққа дайындалып жатқанмын. Мама айтты, сен Қазақстан дауысына өтіпсің деді. Мен қуандым, секірдім, құшақтадым. Мен осы жасыма дейін түрлі ән байқауларына қатыстым. Солардың ішінен шынымен де 3-ші, 2-ші орын алып көрмеппін. Тек 1-ші және бас жүлде. Сондықтан мен Қазақстан дауысы балалар жобасына жеңу үшін келдім. Менің мақсатым 4 тәлімгерлікте қарату. Сәттілік тілеймін қызыма. Сенеміз біз оған. Әнімді жүрекке жеткізіп айтуға тырысамын. Сонымен тәлімгерлерді таңғалдырамын. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Есімің кім? Есімім Ақнұр. Ақнұр, өзі әппақ, өзі нұрдай жарқырап, мына жерде керемет көңіл күйге бөлеп жатырсың. Қобалжу жоқ па? Негізі қобалжу бар, бірақ қатты емес. Әдетте қобалжуды қалай басасың? Іштей өзіме айтамын, Ақнұр, бәрі жақсы болады, қобалжыма, әніңді жақсы қылып айтып шығасың деп. Мен де саған өзім қолдауымды көрсеткім келеді. Қобалжыма, барлығы жақсы болады, Ақнұр. Біздің Ақнұр сахнаға шығып, әнін жоғары деңгейде орындап шығуға сақадай сай. Солай ғой? Иә. Сахна сенікі,